Қайырлы күн, сіздерге 582-ші есепті талқылап берейін. Квадрат, яғни шаршы берілген. Шаршы дегеніміз ол барлық қабырғасы тең төртбұрышты айтамыз, яғни бізде 2,4-3 дециметрге тең дейді. Бұл дегеніміз барлық қабырғасы тең деген сөз. Енді есептің бірінші шартын жазатын болсақ, шаршы берілген немесе квадрат деп жазсаңыздар да болады. Оның бірінші қабырғасының мәні берілген. Енді бізге табу керек тек қана периметрін және ауданын табу керек. Периметрін табу үшін жанына формуласын жазып қояйын. 4а-ға тең, ал ауданы дегеніміз а көбейту а, ол деген а квадратқа тең. Осы формулаға салып шығаратын боламыз. Бірінші периметр тең 4-ті қабырғаның мәніне көбейтеміз. Ол бізде 2,4-тен 3-ке тең. Бұны көбейту үшін бірінші мынау араласанды бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Ол үшін 2-ні 4-ке көбейтемін. Одан кейін 3-ті қосам, 2 4-ім 8, 8-ге 3-ті қосамыз, 11. 11. Енді мынаны қысқарады, 4-ке қысқарады, сонда жауабы 11 дециметр. Периметрі 11 дециметрге тең екен. Келесі аудан. Аудан дегеніміз квадраттаймыз, осы санды квадраттай саламыз. Бұны біз квадраттауымыз үшін ең бірінші бұрыс бөлшекке айналдырып алуымыз керек. Ол деген сөз 4, 8, 11, 4-тен 11-дің квадраты. Квадраттаған кезде алымына квадраттап, бөліміне жазамыз, мәнін. 11-дің квадраты бізде 121-ге тең, 4-дің квадраты 16-ға тең. Енді бұл бізде бұрыс бөлшек болып қалғандықтан аралас санға айналдырамыз. Сонда 121-ді 16-ға көбейткенде 7,5-нен тек 16 сақталады. Қалдық. Қанша қалдық қалды? Соны алымына жазамын, бізде 9 қалдық қалу керек. Сонда жауабы дециметр квадрат 7,16-дан 9 болады. Егер есеп түсінікті болса, лайк басып, комментарий қалдыруыңызға болады.